Баршаңызға қайырлы кеш, құрметті достар. В общем, ауырып отырмын жостықы. Енді білмеймін, енді бүгінгі эфирді көрген шығарсыздар. Көбісі жазып жатыр, біресе сценарий дейді, біресе анау дейді, біресе мынау дейді. Тез үйленіп кетпейсің ба, анау мынау, білмеймін, неше түрлі дүниелерді тыңдап жатырмын, оқып жатырмын. Білмеймін, енді қазіргі заманда білесіздер, үйлену деген нәрсе оңай емес та. Көріп отырсыздар, екінің бірі ажырасып жатыр. Соның бәрін көріп тұрып, мен бүйтіп деп үйленіп кету деген нәрсе, ол білмеймін енді. Любой нәрсені ойланып жасау керек, әсіресе жар таңдаған кезде. Әйел адамдар тоже жар таңдаған кезде. Сол үшін ондай әңгіме керек емес негізі, өтірік анау мынау деп. Және Нұрдәулеттің де айтып жатқан сөзінде түсінген жоқпын. Айырылып қаласың анау мынау деп. Жол болсын деймін басқа. Мен бар осы түсінбеймін. Адамдар жазып жатыр екен да комментарияда. Ой, бұл қыз ұятсыз екен, мен бұл қызды тәрбиелі деп жүрсем, бұл қыз деген осындай екен, сондай екен деп. Мен білмеймін, біреумен кездесіп келдім ба, немесе бір жасырын кездестім ба, немесе бір әлшерді алдадым ба. Ондай бір қатты бір мен туралы бір жаман нәрсе жазатындай мен ештеңе істеген жоқ. Мен өзім солай ойлаймын. Енді жаңағы жазылып жатқан комментарияларға енді көңіл аударып қарасақ, көп процент сондай сөйтіп жазып жатыр екен. Мен енді оған мән бермеймін. Бірақ енді как-то обидно да, сені сонша жүріп, нормально ойлап жүріп, и сен туралы солай ауыр сөздер жазып жатқан кезде бір түрлі болып қалады екенсің. Ештеңе жүрген жоқпын ғой. Нұрдәулет те біледі.